Анталия қаласындамын. Анталия қаласына келсем, менің жан досым Аслан бауырым өзінің жұбайымен Анталияға қыдырып келіпті. Осы жерде Анталияның төрінде көрісіп отырмыз. Міне, Аслан. Ассалаумалейкум. Өмірдің жан жары мінекей. Кешкі тамақты ішіп отырмыз. Ертеңгі влогта тамаша кадрлар күтіңіздер. Сәлем достар, Анталия қаласында екінші күн Лара пляжына бара жатырмыз. Сағат таңғы 12. Ерте тұрдық. Сағат 12-де жаңбыр жауып тұр. Оған дейін бар суға түсіп алу қажет. Қасында әріптестерім ағайларым бар. Лара biçe. Айша бар енді. Қазір теңіздің бойына суға түсуге бара жатырмыз. Ya madem alsaydın ya ben de Osmanlı anahtarı var. Жерорта теңізіне суға түсуге келе жатырмыз. Алла қаласа қазір суға түсіп бір сергіп аламыз. Негізіне мамырдың 19-ы ғой бүгін. Күн ондай қатты ыстық емес. Бірақ суға түсеміз. Анталия қаласының орталығында келе жатырмыз. Орталығында абрикос, апельсин, барлық фруктылар өсіп тұр ғой. Қараңыздар. Абрикос өсіп тұр. Мына пальмаларды қараңыздар. Қандай пальмалар. Ғана бір жерден апельсин көрдім. Оны да бір түсіріп алармын. Реті келсе. Жаңа бір сағат бұрын теңізге шомылып жатқанбыз. Жаңбыр құйып кетті. Содан мейрамханаға кіріп тамақ ішіп алдық. Бір сағат шықсақ қайттан күн ысып тұр ғой. Ауа райы құбылмалы. Біресе жаңбыр, біресе күн ыстық. Қандай керемет. Düşün. Kıyırlı haberim. Бүгін Турцияда Ататүрікті ұлықтау күні, сондықтан да 1-2 күн демалыс берген. Мынандай плакаттар ілінген. Барлығы бүгін демалып жатыр. Барлық жерде Ататүріктің суреттері ілінген. Жалпы Турцияда қалалар бір-біріне ұқсайды, айнымайды. Тек теңіздердің суға түсетін жағалаулардың әртүрлі болуына байланысты бөлінеді. Бір жерде қарағым, бір жерде тас, бір жерде сарғым деген сияқты. Өзіңізге қайсысы ұнайды, сол жерге барып суға түсесіз, сол қалаға бару керексіз.
Ертең енді Алла қаласа таңертең ертерек шығып Алания қаласына барамыз. Ол жақта да мөлдір су бар, әдемі табиғатымен танылған, туристердің шоғырланған жері. Сол жерге барып сол қаланы көретін боламыз. Ал бүгінше Анталияда жүрміз. Қайықтар бар, қандай әдемі, е. Көзім тоймайды қарасам, қарай бергім келеді. Керемет қой. Май Ататүрік дейді. Бүгін концерт болайын деп жатыр. 19 мамырға арналған Ататүрік атамызды еске алу күніне арналған. Дайындалып жатыр кешке мына жерде. Әдемі музыка ойнайтын болады. Ана жерде бір мықты адамдар жүр, не болса да барлығы суретке түсіп жатыр, кезекке тұрып. В общем, мына жерден кокос алдым. Өмірімде кокос ішіп көрмеппін. 27 жасқа келіп жейін деп тұрмын. Қазір дәмін көреміз. Шыны керек, мен дәмін басқаша деп ойладым. Онша емес екен, шыны керек. Біреулерге ұнайтын шығар, маған ұнамады. Үйіме де келдім. Не осында кішкентай ғана. Отель ма, хостел ма, енді. Кіре беріс осындай. Бекер алыппын. Мармара отельдеміз. Аслан досым бар. Дина бар. Қазір Аслан жүзуден мастер-класс көрсетеді сіздерге. Ал, давай, менің досым. Намыс қолдан берме. Осыға YouTube влогқа шығады, Аслан. Давай, кет. О! Әне кетті. Құлпар.